Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен дәмді сочный манты жасайтын боламыз. Қамырын жасау үшін бірінші су құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Және бір қасық тұз саламыз. Осыны араластырып, үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Әзірше салмамызды дайындаймыз. Менде мұнда ұсақтап туралған сиырдың еті, жуан және картоп, тұз, бұрыш және сүт қажет. Ұсақтап туралған жуанның үстіне фаршымызды саламыз. Одан кейін картопымызды саламыз, ұсақтап туралған. Одан кейін қалауыңызша тұз. Қалауыңызша тұз және қалауыңызша бұрыш қосамыз. Және мантымыз дәмді сочный болу үшін аздап сүт қосамыз. Салмамызды араластырамыз. Жаймамызды осылай жұқа етіп жайып, шаршыларға бөлеміз. Енді осы әрқайсысына салмамызды салып шығамыз. Енді мантымызды жасаймыз. Мантының төрт жағын айқастырып, екі жағын жапамыз. Екі жағын осылай. Классикалық түрде жасаймыз. Міне мантыларымызды жауып болдық. Енді мантаваркамыздың бір жапырағын алып майлаймыз. Араларын ашық етіп осылай саламыз. Және мантының бетін шемішкі маймен майлаймыз. Піскен кезде құрғақ болып кетпес үшін. Енді мантымызды 40 минутқа қайнап жатқан суға қоямыз. 40 минут қайнайды. Енді мантының подливкасын дайындаймыз. Жуан мен морковты қызып тұрған отта қуырамыз. Мантымыз дайын болды. Каналым ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып отырыңыздар.